Айтыстан шеттетілдім. Сара Тоқтамысова өзін Жүрсін Ерманның жылатқанын айтты. Белгілі айтыскер ақын Сара Тоқтамыс Динара Сәтжанға сұхбат беріп, айтыс сахнасынан алыстап кетуінің себебін алғаш рет ашып айтты. Бұл туралы Садақ.кз сайты хабарлайды. 7 жыл бұрын Қарағандыда үлкен айтыс өтті. Сол кезде Жүрсін аға екеуміздің арамызда кикілжіңдер болғаны рас. Қазір ойлап қарасам өнердегі әкеме еркелігім болған екен. Ол кісі толық мән-жайды білмеуі де мүмкін. Бір бағдарламада сұхбатында Сара жүлде алмадым деп ренжіп кетіп қалды деп айтыпты. Айтыста финалға шыққан Жансая Мусина екеуміздің балымыз бірдей болды. Менде финалға шықпайтын шығармын деген ой болды. Бірақ Жүрсін аға қасымызға келіп, Жансая, сен финалға шығасың, дайындала бер. Сара, сен барып көйлегіңді ауыстыра бер, шықпайсың дегенде тамағыма өксік тығылып, көзіме жас келіп қалды. Бұрын ондай сөзін естімегенмін. Содан кейін сахнада тұрмыз. Ол кісі ренжігенімді біліп тұр. Сара, келесі Кейкі Батырдың айтысында дайындал деді. Оның алдында да айтыстан шеттетіліп жүргенмін. Жүрсін аға, мені енді айтысқа шақырмай-ақ қойыңыз. Мен енді қойдым дедім де, гримерныйға барып жарты сағат жыладым, деді Сара Тоқтамыс. Айтыс сахнасынан алыстап, кәсіпкерлікке бет бұрған өнер иесі араға 7 жыл салып, Қызылордада өткен айтысқа қатысып, Жүрсін Ерманға жыр арнағанын айтты. Сол жерде Жүрсін аға отырса, алдына барып, жақсылап өнер көрсетіп өкпе реніштің жоғын көрсеткім келген. Бірақ ол кісі келе алмай қалды. Сонда да оған өлең арнап айтқан соң, арқамнан жүк түскендей болды. Айтыстың алдында, 1 жылдай бұрын, Жүрсін аға қатты ауырып қалды. Жолдасым екеуміз хал жағдайын білуге бардық. Ол айтысқа неге қатыспайсың? Мен сені қуған жоқпын. Сол жерде төбе көрсетіп жүретін адамсыңдар ғой. Мен сіздің денсаулығыңызды білуге ғана келдім. Бастысы аман жүріңіз дедім. Арамызда осы диалог қана болды, деді айтыскер ақын. Құрметті көрермендер, Сара Тоқтамыстың бұл әңгімесі өнер жолындағы адамның ішкі күйзелісі мен адами сезімін ашып көрсеткен шынайы сыр болды деп ойлаймын. Айтыс ол тек сөз сайысы емес, онда тер төгілген еңбектің, үміт пен сенімнің, құрмет пен көңілдің үлкен жүгін арқалап шығасың. Осындай сәтте әділетсіздік сезімі, орынсыз сөз немесе түсініспеушілік жүрекке қатты тиетіні анық. Жүрсін Ерман қазақ айтысының дамуына өлшеусіз үлес қосқан тұлға болса, Сара Тоқтамыс өз уақытында айтыс сахнасына ерекше рухпен жаңаша леп әкелген ақын. Екеуінің арасында болған кикілжің өкінішке қарай өнерде жиі кездесетін жағдай. Алайда Сараның бұл оқиғаны еркелігім болды деп айтуы оның ішкі парасатын, үлкен жүрегін көрсетеді деп ойлаймын. Арада 7 жыл өтсе де, ренішін жырға айналдырып, Жүрсін ағаға тілеулестікпен арнап, өнер арқылы өз арманын жеткізуі бұл нағыз рухани тазару, адами биіктік деп санаймын. Осындай шынайылық өнер адамдарының жүрегінде риясыз тазалық бар екенін көрсетеді деп ойлаймын. Бұл сұхбат тек өнердегі шындық емес, адам мен адамның арасындағы реніштің қалай кешірімге ұласатынын, өнердің тек жарысу емес, жарасу екенін де дәлелдегендей.